Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, құрметті шәкірттер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін Құрманғазы атамыздың балбырауын күйін үйренеміз. Енді күйді үйренбес бұрын қағыстарды көрсетіп кетейін. Негізгі кездесетін қағыстар: төмен, жоғары, алма кезек. Одан кейін барып бір төмен қарай, қайттан төмен, жоғары, төмен, жоғары. Осы қағыстар кездесетін күйін үште. Одан кейін алма кезек. Тағы айта кететін нәрсе, домбыраның құлағын менің домбырамның бұрауына келу үшін пано тюнер деген қосымша бар. Соны жүктеп, астыңғы шекті соль дыбысына, үстіңгі шекті ре дыбысына келтіресіздер. Сол кезде екеуі дыбыстары үйлеседі. Ал кетіп күйімізді бастайық. Жалпы 3 бөлімге бөлеміз. Бастапқы 5-тен басталады. Ең бірінші бөлім, екінші бөлім 9-10-нан басталады. Үшінші бөлім сағадан, яғни 14-тен басталады. Кеттік бірінші бөлімнен бастаймыз. 5-ші пернеге бармақты қоямыз. Бармақты қойып алыңыздар. Астын баспаймыз. Кеттік ал. Бағана көрсетілген қағыс қой. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Басында осылай 3 рет тартамыз. Кеттік ал. 1, 2, 3. Енді дәл осы қағыстармен кете береміз. 4-ші пернеден бастаймыз да. Міне 4-5 басылды. Бірінші саусақ 4-ші пернеге, одан кейін барып ең соңғы қағысында 5-ті басып кетеміз. Міне 4, 5, қайтадан 4, 5, енді 7-ге кетеміз. 5, 7. 1, 2, 3. И төбесі ашылады. Көрдіңіздер ма? Міне, мына жерден бастап түскен кезде 5 пен 7-те 3 рет тартылады екен. Міне 4, 5, 5, 7. 2, 3. И ашып жібереміз. Одан кейін барып үстіңгі шекте бірінші саусақ 4-ші пернеге. 4-ші саусақ 7-те тұра береді, астын ашпаймыз. Міне қолды бұлай майыстырамыз, сол кезде жетеді барлығы. Бірінші саусақ 4-ші перне. Үстін ашамыз, үстін. Астын ашпаймыз бұлайынан. Асты басылып тұра береді 7-ші пернеде. 4, 5-ке кетеміз енді. Бірінші саусақ қайтадан. Ашып жібереміз, қайтадан 4. Ашамыз, и 5. Ашамыз, енді 4-тен 5-ті басып жібереміз да, жоғарғы қағысқа ашпаймыз бұл жолы. Көрдіңіздер ма? 5 и 7. Осылай ашып жібереміз. 7-ні басып, 3-ші саусақпен 7-нің үстін басамыз. Астынан 4-ші саусақ, үстін 3-ші саусақ. Ашып жібереміз да, қайттан 4. Енді 7-ні басамыз үстінен и 5. Көрдіңіздер ма? Осы жер жай тартып көрсетем. Ары қарай. 7, 4, 7, қайттан 5. Алдыңғы үйреткен бойынша жай ақырындап тартып үйренеміз. Ары қарай осы әуенді бітіргеннен кейін барып бармақ басылады. 5-ке бармақ, 4-ші саусақ 7-те тұра береді. Енді 4 қағыс алма кезек. И төмен, 4-ке жоғары, 5-ке лига кетеді. 7-ге төмен, 4-ке жоғары, 5-ке лига. Лига дегеніміз алдыңғы перненің қағысымен екінші нотаны басып қалу. Міне. Көрдіңіздер ма? Осылай. 7, 4, 5 и 7-ге 2 қағыс. Ашық. 7, 7, 5, 7, 4-ке жоғары, 5-ке лига и 7, 5. Ашық. 7, 9. Қайттан 5, 7. Бағанағыдай қайталап жатырмыз. Қайтадан ашық. 7, 7. Енді 5, 7 бұл жерде басқаша болады. Барып келеміз 4-ке және 5-ке міне.
жеті, бес, төрт, бес, жеті, ашық, 10, 12. И одан кейін барып 9 және 10. Қатарынан кете береміз. Астынан үшінші саусақ 10-ға басылады, бармақ 9-ға басылады. 10, 9, 7, 9, 10-ға, 7, 9, 9, 7, 5, 7, 9-ға, 5, 7, 7, 5, 4, 5, 7-ге, 2-ге барамыз, үсті ашық, 2, 4, 5, и қосалқада кездеседі. Дәл осында еліп қалу. 5 ілеміз, и 5-ті қайттан басып, 5-тің астын басамыз да, 4, 2, 4-ке 2 қағыз. 5-ке келеміз да қайтадан. Ілеміз, 5-тің астын басамыз, 4, 2, 4, 4, 5, қайта ілеміз, 5, астын, и 4, 2, 4, 4, 5, 5, 7-ні басамыз жоғары, 7, 2, 4, 5-ке 2 қағыз, қайтадан 5, 5, астын жабамыз, 4, 2, 4, 4, и бармақ 7-ге 2 қағыз, асты ашық. Енді 10-ға басамыз астынан, 2 қағыз. 9, 7, 5, 7, 9-ға, 7, 5, 4, 5, 7-ге, 2, 4, 5, 4, 5-ге 2 қағыз. И 4, 4-ге бармақ және 2-ші саусақ 2 қағыз. Енді бармақ 2-ші пернеге кетеді, 4-ші саусақ 4-ші пернеде қалады, 2 төмен қағыз. И 1-ші саусақпен 2-ші пернеге. И ашық. 5-ші пернеге 2 қағыз. И бастапқы қағыз ең басындағы. Болды. Дәл осылай бірінші бөлім бізде аяқталады. Ең басынан бастап мұқият бірінші бөлімді жақсылап қайталап аламыз. Бірінші бөлімді жаттағаннан кейін бар екінші бөлімге көшіңіздер. Бірінші бөлімді жаттап бітпей жатып, екінші бөлімге көшсек, күй несейді каша болып шатасып кетеді, жаттау қиындау болады. Сол себепті бірінші бөлім жақсылап жаттап алайық. Ал құрметті шәкірттер, енді бізде екінші бөлім бізде 9-10 пернеде басталады. Басында ең бірінші бөлімде деген жер бар еді ғой. Дәл солай бастаймыз. Бірінші бөлімдегі 4-5-тен басталатын жер сияқты 9-10-нан дәл сол әуендер қайталанады. Кеттік ал. 9-10-нан бастаймыз. Көрдіңіздер ма? 9 и 10, енді 12-ке. 3 рет. 2, 3, үстін ашып береміз. Тамаша. Енді 9-дан ашамыз үстін, 10-нан үстін ашамыз, қайттан 9, үстін ашамыз, қайттан 10, қайттан 9, 10, енді 12-ге үшінші саусақпен ашып береміз, қайттан 9, енді 12, и бірінші саусақ 10-ға ашып береміз. Енді бармақ жабылады. 10 және 12. 4 қағыз, салма кезек. Төмен, 9-ға жоғары, 10-ға лига. Мына жерде ең бірінші бөлімде кездескен еді бізде. Дәл соның бәрін қайталаймыз. Ашық, 12, 12, 10, 12, 9, 10, 12, ашық, 12, 14, қайттан 12, 10, қайтадан 12, енді барып келеміз. 12, 10, 9, 10, 12. Ал енді ашық қағыстан 17-тен бастаймыз. Ашық қағыс 2, одан кейін бар 17-ге түсеміз. 17-ге 2 қағыз. 16, барып келеміз. 16, 14, 12, 14, 16. Бармақ жабылады 12-ке. 14, 12, 10, 12,
Тағы не істейміз? Жаңағыдай барып келеміз. 12, 10. 12, 10, 9, 10, 12, 10, 9, 7, 9, 10-ға, 9, 7, 5, 7, 9-ға. Енді 7, 5, 4, 5, 7-ге. Ең басындағы бірінші бөлімде кездеседі бұл жердің барлығы. 2, 4, 5, и бағанағыдай. Білеміз. 5, 4, 2, 4, 4, 5. 5, 5, 4, 2, 4, 4, 5. 5, 7, 7, 2, 4, 4, 5. 5, 5, 4, 2, 4, 4. Бірінші бөлімде кездескендіктен мен сәл жылдам ойнап жатырмын. Бірінші бөлімде жаттап алсаңыздар, бұл сіздерге оңай болады. Енді 7-ге 2 қағыз. 10, 9, 7, 5, 7, 9-ға. 7, 5, 4, 5, 7-ге. 2, 4, 4. Жоқ, 2, 5, 4. 4, 4. Екінші саусақ, айбай, бармақ. Екінші пернеге, төртінші саусақ, төртінші пернеге. Екі төмен, екінші пернеге жоғары, ашық. 5. Пам, 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 пам. Дәл осылай біз екінші бөлімді бітіреміз. Байқасаңыздар, бірінші бөлімнің соңы, екінші бөлімнің соңы бір-біріне не істейді? Ұқсайды. Басы да ұқсайды негізі. Басындағы ноталардың барлығы басқа не істейді? 4-5-тен тартылғанымен 9-10-нан тартылады болды. Дәл солай. Ал енді құрметті шәкірттер, сіздермен үшінші бөлімді үйренеміз. Үшінші бөлім бізде сағадан басталады. 14-ші пернеден. 14-ші пернеден басталады. Міне. Бір рет тартып көрсетейін. Үстің шек. Қайталау. Таныс па? Мына жерде келген ғой. Дәл соны яқтан тартамыз. Осылай кете береді. Кеттік ал. Бастайық енді. 14-ші пернеге бір саусақты қоямыз. 16. 17-ге. 16. 19. 16. 17. 14-ге. 16-тан қайтадан 14-ке и ашық. Қайтадан 14-тен 16-ға барамыз. Бірінші саусақ, саусақтарға мән беріңіздер. Екінші саусақ 17-те. 16 и 19. Тұра береміз 19-ды төртінші саусақпен. Екі рет. Енді үстіңгі шекте ойналады, 14-ші пернеден басталады. 16, 17. 16-ға, қайттан 17-те, 14-ке и 16. Ашып жібереміз. Үстін ашып жібереміз. Қайтадан дәл осыны қайталаймыз. 14, 16, 17, 16, 17, 14 и қайттан 16. Ашып жібереміз. Енді үшінші саусақ 19-дың үстіне, астынан төртінші саусақ 19 басып тұрады. 14-ке и 17. А жоқ. 19-дан 14-ке и 16. Ашып жібереміз. Енді әуеннің бәрі астыңғы шекке кетеді. Алма кезек. Міне. 19, 16, 17 и 16, 14, 16 и ашып жібереміз. Төмен қайтадан екінші рет. 17, үшінші саусақ. 16, 14, 16 ашып жібереміз. Қайтадан төмен. 17, 16, 14, 16 и ашып жібереміз. Қайтадан төмен. 19, 19, 14, 16 ашып жібереміз. Қайтадан төмен. 17, 16,
ашық 2 қағыз, 19-ға 2 қағыз. Енді 3-ші саусақпен бағанағыдай барып келеміз. 17, 16, 14, 16, 17-ге. Мынау ғой міне. Дәл осылай барып келеміз. Үсті ашық болады. Бармақ 14-тен жабылады. Астына 16. 16, 14, 12, 14, 16. Ары қарай. 14, 12, 12, міне. 14, 12, 10, 12, 14. Ары қарай. Есеп кете береміз. Көрдіңіздер ма? Мына нүктемен ориентир алыңыздар. Мен кейде цифрды айтпай қалуы мүмкін, немесе айтсам да шатасып кетуі мүмкін. Сол уақытта мынау нүктелермен ориентир аласыздар. Нүкте қай нүкте, нешінші нүкте? Астынан үстіне салыңыздар. 12, міне 12, 10, 9, 10, 12. Бармақ 9-да, 3-ші саусақ 10-да. 3-ші саусақ дегеніміз мынау. 19, 7, 9, 10-ға 7. Үсті 7, асты 9. 9, 7, 5, 7, 9-ға 7, 5, 4, 5, 7-ге 2, 4, 4. И басындағы бірінші, екінші бөлімде кездесетін. Мен осыдан кете береді қайтадан. Барлығы қайталау. И 7, 10, 9. Барып келеміз. Мұны білесіздер уже. Үшінші рет тартып отырмыз осының бәрін. 2, 4, 5, 4, 4, 2, 4. И ашық. 5, там-тарарам-пам-пам. Дәл осылай бал бұраудың күйін бітіреміз. Бірінші бөлімді жақсылап шығарыңыздар. Ол кезде екінші бөлім дайын тұрады. Екінші бөлімге не істейміз? Саусақтарды әкеліп қоя саламыз. Перне болсақ болды. Соңын бәрін жаттасаңыздар, қайттан соңында барлығы қайталанады. Бірінші, екінші бөлім жатталу оңай. Үшінші бөлім сағасын жаттап бір шықсаңыздар, оның соңы да бірінші, екінші бөлімнің соңына ұқсас. Барлығы қайталау. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Көріскенше күн жақсы. Маған деген қолдауларыңыз лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Жақсы, келесі күйде кездескенше.